Ғалымдар ораза ұстаушыларды үшке бөлген екен. Біріншісі жалпы ораза ұстаушылар дейді. Яғни таңнан кешке дейін аш жүріп, жеп ішуден тыйылған адамдар. Екіншісі денесіменен ораза ұстаушылар. Яғни денесімен деген ол көзін жаман нәрсеге қараудан тыяды, немесе сөзін өсек, өтірік, ғайбат сияқты тіл кесапаттарынан тыяды деген сияқты. Ал үшіншісі ол жүрегіменен ораза ұстаушылар. Яғни жүрегіндегі тәкаппарлық, көре алмаушылық, жаман ой сияқты дерттерді тазарту арқылы қосымша осылай ораза ұстайтындар екен. Ал енді сол сияқты жүрекпен ораза ұстаудың белгісі жүректі дертті ететін істерден сақтану. Ол жаман орта болуы мүмкін, ол арам ас болуы мүмкін, ол біреумен дауласу болуы мүмкін деген сияқты. Егер де біздің оразамыз кәміл болуын қалайтын болсақ, жүрегімізбенен де қоса ораза ұстауымыз қажет екен.